Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын арнаға тіркелеміз. Видеоға лайк басамыз, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алимханұлы Отеқу Жәнібекке үлкен қиындық тудырған боксшы кім екені айтылды. Бокс туралы Қазаттың X әлеуметтік желісінде LMG Box Fight аккаунты орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Алимханұлыны мен британиялық Дензел Бентли арасындағы жекпе-жек еске салды. Жекпе-жек 2022 жылдың қарашасында Лас-Вегаста өткен еді. Бұл айқаста қазақ боксшы төртшілердің орта шешімімен жеңіске жетті. Алимханұлы өте қу боксшы, бірақ Бентли оған біраз қиындық тудырды, әсіресе оң қолымен деп жазыпты аккаунтта. UFC қазақ нокаутшының әлемдегі ең мықты боксшының бірі деп мойындады. UFC Fight Pass стримінің қызметіне аккаунт қазақстандық Садриддин Ахметовтың келесі жекпе-жегі жайлы құлақтандырды. 26 жастағы қазақ боксшы 13 желтоқсанда Санта-Инезидегі Калифорния штаты ақш Чумаш казино аренасында өтетін бокс кешенінде басты айқасында жұдырықтасады. Қарсыласы америкалық Рафаэль Игобек. Орта салмақта лимитіндегі жекпе-жек 10 раундқа есептелген. 13 желтоқсан Садриддин Ахметов рингке оралады. Үздіктердің бірі және ең әсірлі боксшы ойынға қосылады. Өткізіп алмаңыздар деп жазыпты UFC Fight Pass Instagram желісінде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.